Ассаламу алейкум. Бүгін біздерде қонақлар бар. Бүгін ұстазымыз Бахамдулла Нурабуллаев пенен біргелікте подкаст шөлкемлестірдік. Хамди бүгінгі тема кредит хақында. Бүгінгі меймандарымызбен таныстырып өтеміз бір қатары. Бірінші мейманымыз халқымыз арасында белгілі сіздермен Samsung, Shibaki, басқа да міне жастарымызға ұнайтұғын, халқымызға ұнайтұғын брендтерді республикамызға Нөкіс қаласына бірінші әкелген, сонымен бірге экономика ілімдері бойынша философия докторы һәм экономист ілімпаз Бақыт Ақболатов, тәжірибелі психолог Мұхаммад Дошекенова. Хамде сол ДМО Қарақалпақстан директоры Мелис Хосназар бізбенен біргелікте. Хамде жас талант иесі Айбек Жамалов. Қош келдіңіздер. Рахмет. Бүгінгі сәуетімізді баслаймыз. Бүгінгі подкастымыздағы сәуетіміздің текарғы өзегі бүгінгі тұрмысымызда әмме үшін һәм қуандыратығын, һәм тәшвишке салып атырған, һәм машқала тудырып атырған, һәм жұмыстарымызды және де раваждандыруға түрткі болып атырған кредит хақында болады. Бірінші сауалды мен Мелис Хосназаровқа Мелиске бермекшімен. Экономист сипатында, финанс тарауында, экономика тарауында, мемлекеттік басқару ұйымдарында көп жылдар давамында үлкен тәжірибесі бар. Ханеге сипатында. Енді Мелис кредит раваждану жолында бір бізге ашылатын имканият па, ямаса бір тәуекелшілікке құрылған бір механизм бе? Не деп ойлайсыз? Кредит өзі бұл не? Кредит, мен жеке пікірім емес, как экономист сипатында айтатын болсам, көп адамдар жаман, жақсы деп бөлетіндей нәрсе емес, себебі кредиттің пайдалы жақлары жүдә көп. Ол мысалға бизнесте де олма өзіңнің сол рауаждандыруға, өзіңнің пайдаңды көбейтуге, ямаса көбірек пайда табу имканиятын жарататын кредит болса, ол пайдалы кредит десек болады. Ал бірақ финансылық сауаттылыққа ие болмай, өзіңіздің қарыздан қарызға үстіне не дейді, еледе батырып баратын кредит жағдай болатын болса, бұл жаман деп, жақсы емес деп ойлаймын бұл пікірді. Мен бір зат не қылып кетейін бе, осы жерде кредитті енді көп адам енді кредит сипатында Көбірек кредит алған. енді кредит алғанбыз әлі оғанша енді ол кредит қай уақытта керек болады? Егер кредитті, мәселен айтып жатқанда пайдалы кредит, пайдасыз кредит дейді ғой. Егер кредитті қай уақытта алуға болады? Егер кредиттен ертең пайдалану арқылы қандай да бір жұмысыңды жүргізіп жіберу, ямаса содан мәп көру, ямаса қосымша қандай да жаңағыдай сізге керек жетпей жатқан қаражеттер болатын болса, соны пайдалану арқылы сіз мәселен бизнесіңізде, ямаса өзіңізде алдыңға қойған мысалы полезный кредит деп айтады. Орысша айтқанда пайда кредит пайдаланып, содан үнемді пайдаланып пайдаға шыға алсаңыз, онда сіз алсаңыз болады. Егер сіз кредит алып расход деп айтылады, қаражетке жұмсайтын болсаңыз, ол бізге зиян кредит. Енді қазір уақытта білесіздер, халықтың арасында көбірек сол тәшвишке деген қойып жатқан көп мәселе кредит. Енді бір кредит емес, оның ішінде мәселе қазір уақытта біздер тек түсінігіміз кредит болып кеткен. Мәселен, неге алу, қарызға алу, ямаса қарыз алу, ямаса жаңа мүддетлі төлем деген нәрселер жүдәйім не қылып кеткен. Ол енді психологиялық несінен өзі айтып бер, мен енді психолог емес, как не ретінде адамларға көбірек не қылған кредитлер неге біздерге аңсат жол болып кеткен. Қараң, мен бір затты кеше не қылып қалдым. Бұрын кредит алу жүдә қиын еді, бірақ төлеу аңсат еді. Қазір кредит алу аңсат, бірақ төлеу қиын болып қалды. Жәмиет рауажданған сайын біздерге адамларам еріншек боламыз, мысалы документ жинауға қиналып жүреміз. Бұрынғы айтады, кредит болғанда бұрын қиын еді, қазір аңсат болып кетті деп атыпты да. Аңсат болғанмен төлеуім ертең оның аңсат емес та. Бағана айтқанда кредит алу баса қиын еді, жүру қиын. Кейін төлеу аңсат. Себебі не? Сонша дәуірде сіз кредитті аламан деп жүргені, сіз мәселен текарланып аласыз ол кредитлердің бар. Неге текарланып аласыз? Сіздің адресный дейді ғой, адресный, мәселен, не жаққа жұмсауыңызға, қайсы мұқтажыңызды, қайсы ямаса тесіңізді қаплау үшін аласыз да, кейін қалай қайтару жолын білгеннен кейін, себебі сіз бір айлап ямаса 15 күліп жүрген кезде баяғы өзі затты неге алады, екі ұсылмен айтады, алып өтіп, баяғы эмоцияларың сіздің сөнуі мүмкін да, может кредит алмайым қалуыңыз мүмкін да. Сол үшін оның сұраулары бар. Қазір мәселен осы подкастымыз давамында келіп шығар деп жатырмын. Сол үшін кредит қай уақытта пайдалануға болады, ертең сізге мәп келдіретін болса алуға болады. Енді бұл жерде және бір сауал туылады да, бұл кредиттің алу көбеюі
бұл біздерге беріліп отырған имканият па, ямаса психологиямызда бір өзгерістер бар ма? Қазіргі уақыттағы халықтың орташа дараматы анағұрлым жоғары, салыстырмалы айтатын болсақ, расында да оны өзіңіздің әрбір бұқарамыздан көрсе болады. Орташа айлық қанша болған болса, азыр кейін несі. Расында да дараматы жоқ адам кредит берілмейді. Көпшілік банкілерде, коммерциялық банкілер особенно ол дараматың жоқ па, бермейді. Дарамат қанша өссе, сонша ол кредит ала береді. Енді ол дұрыс абат па, қате абат па, расында екінші үлкен әхметтіл мәселе ол. Сол дарамат көбейген сайын не дейді, кредитам көбейіп жатырғаннан бір 5-6-10 тастағанның өзім бір жағынан жақсы емес шығар. Бір шаңырақта бір кредит болатын болса, енді қазір 2-3 кредиті бар. бір адамда 4-5 кредиті бар, яғни 2 кредиті болса, ол бақытлы адам деп есептелінеді тұғын. Қазір дәуірдеміз, сол уақытлардамыз. Бұл Мелсаға қайсы тәжірибелерден, дүниядағы қайсы тәжірибелерден келіп шығып, бүгін Өзбекстанда қолданып жатыр? Енді сыртел тәжірибеден қарайтын болсақ, мысалы ақш-тың өзінде де орташа статистикасы бойынша әрбір шаңыраққа $100 000 мойнында қарыз тұрды кредиттен. Но бірақ ақш-та Өзбекстанның біздің ВВП халықтың санына жаңағы жалпы ішкі өнімнің бөлістіру жағдайына қарайтын болса, әлбетте олар біздер әзірше жоғарыда жетіп аламыз деген ниеттеміз. Енді бірақ олардың ұтатығын жағы дейміз ба, не жақсы жағы финансылық сауатханлық болуы. Финансылық сауатханлық оларды жақсы, мысалы NPL деген түсінік бар, non-performing loans деген, яғни әрекетсіз 90 күннен бері олма қайтарылмай отырған қарыздыларды, кредит жабылмай отырған болса, NPL несіне кіреді, категориясына. ақш-та 1,5% тұрады. 100 кредиттен тек 1,5% ғана проблемный кредит. Бұл несе мысалы Ұлыбританияда 1%, 100 кредиттен тек 1 кредит ғана проблемный, машқалалы кредит қайтарылмайтын уақытын 90 күнге жаңа айтқан NPL категориясына кіреді. Германия өз 1,5% олам соның атырапында. Бұл нәрсенің бәрі уақытта финансылық сауатханлықтың мектеп дәрежесінде мәжбүри пәнлер қатарына кіргізгенлігінде. Мысалы ақш АПО және бір статистикасын айтайын, неге ондай дейтін болса, 25 штатында ол аттестат алу үшін жаңағы курсты өтпесе мектепті бітіре алмайды ол адам. Оған өзінің штатларда низам менен тасдиқланған тәлім стандартына кіргізілген. Ауа, сондай кіргізілген. Пән кіргізілген. Онан кейін оларды ипотека алатын болса, кредиттің көпшілік коммерциялық банк талап қойған, сен әлбетте сол ипотеканы не бойынша сауаттан өткеру мәжбүри. Кредит берместен ол сен ертең ол ипотеканы қайтара аласың ба, 20-30 жылда олар орташа 20-30 жылдың ортасында кейін ипотека кредитлері, оны ертең ол кредит қайтару имканият бар ма, ол түсіне ме ол қайтара алатын. Міне исаптан үшін бәрін түсіндіріп, одан кейін барып кредит беріледі кім жақта. Енді балаларымызға күнде мәселен 10 000 сом беретұғын болсақ, балам сен бүгін 10 000 сомды неге жұмсадың? Бір айлық, яғни балалардан отчетнам алуымыз керек шығар. Бақтаға сіз не деп ойлайсыз? Халық мынандай нәрсе бар да, біздерде һәмме зат эмоцияға байланысты айтып жатсыз ғой, мысалы қуаныш, біздер мысалы қоңсымнан қаламан ба, бұрыннан болған ғой, жайын мысалы біреу жасаса, бір-екі сом жайын бекілеу салуға. Енді бұрыннан адам бұрыннан жарысып не қылған, адам табиғатынан әйтеуір нәрсе. Мысалы кішкентай кезімізден шомылуға барғанда, қазір мысалы 2 адам, мысалы 5-6 адам бассейнге, даже бойыңызды тастасаңыз, арық шетке жүзіп өту керек болса, ешқандай сізге не берілмейді, приз берілмейді. Бірақ не қылады, адам бірінші болуға әрекет қылады. Рас, мен өзім қарап көрдім, жүзсең да қасындағы адам сені озып барады да, сен өзің озуға әрекет қылсаң. Бұл психологический, сол емес пе? Бұл психология таза. Біздер адамдарымыз сондай. Мысалы, Инстаграм тармақларын көреді, аз уақытта көбінесе Инстаграмда көп отырады, Фейсбукта енді көбірек жасыл күліп отырады, жасыл отырады. Себебі неге? Себебі отырғаннан кейін оларда мысалы өзінің бар ма, жақсы тәріплерін қоюға әрекет қылады, жақсы тәріплерін көру. Сөйтіп мысалы келіспеушілікке келіп шығады. Семьяларда енді семья бойынша не қылатын болса, бұл өз специалистер бар, мен оны туралы айтып өтпеймін. Бұл адамда эмоция пайда болады. Себебі ана адамды көреді, сыртынан көреді, басқа адам таниды, ол жақсы жасап жатырды, ол анау болып жатыр. Себебі һәмме бар ма, Инстаграм мен көрмедім, өзінің жаман жағын қойып қойған адам көрмедім. Бақта кешірің, енді гапыңызды бөлдім. Мен байман. Менің Инстаграмым бар, Инстаграмымда 50 000 подписчигім бар мен байман. Менде ең соңғы телефонның ең соңғы рөсімдегі iPhone 17 Pro Max бар менде. 1 терабайт. Мен байман. Менің Malibu 2-ім бар. Мен 2024 жылы жай алдым. Мысалға да, ол мен үшін байлық. Мен байман. Енді, не дейді? Деп салыстырмалы дәрежеде қарасақ, адамлардың көзіне мен байман.
бірақ мен бұған айына 2,5 миллион ақша төлеймін. Сыртта тұрған Малибума 3,5-7 миллион ақша төлеймін. Мысалға да, айлығым 6 миллион сом. Менің айлығым 6 миллион сом тек. Бірақ менің кредитке төлейтін ақшам айына 18 миллион сом ақша. Мен бірақ 6 миллион айлыққа күн көремін. Ол қалайынша? Значит, мен байман ба, я интернеттегі 50 мың адамды алдап жүрпен ба мен? Маған сондай сұрау келмеді. Қазіргі замандағы адамлар интернеттегі хәуес етіп жатқан адамлардың артындағы проблемаларын білмейді. Мен бақтаға қаттыға хәуес етуім мүмкін. Ол бақтаға может 2 миллион доллар швейцарский банктен кредит алып қойған шығар, бас проблемада жүрген шығар, мен білмеймін оны. Бірақ мен хәуес етемін, себебі постоянно шетелдерде последний футболларды көріп жатқан бақтаға мен үшін бір бизнестің жаңағыдай бизнесті рауажландырған, өзіне тоқ, зор жасап жатқан адам да мен үшін. Мысалға, бұл менің көзқарасым, бұл сыртқы көзқарасым. Енді бұл жерде туладым, мен өзімнен кетіп жатқан халда айттым. Өзімнің көп затым кредит болғанлығы себеплі. Бұл Инстаграмдағы, социальный сеттегі болып жатқан уақиялар бұның бәрі алдамшы. Мен ешқашан бүгін мен машинамды ұрып алдым, азгай мен стоянкаға апаратырыпты, кеше мен радарға түстім, 6 миллион жетейді деп салмайман. Рас да, себебі ол хәуес етпей қалады ол маған ешкім. Мен не қыламын оны салып? Мен тем более қосықшыман, маған не керек? Маған хайп керек. Маған аз дүниеде подкастта отырыппан мен. Маған лайк керек. Мен кеше бір тойға барып едім, бір аға келді да бір 5 мың доллар ақша берді. Кеше сол шүкір әйтеуір десем мысалға, бұл деген күніге 5 мың доллар табатын болса, 10 күнде ойлап көр, 50 мың доллар дейді. О қақтан білсін ол 5 мың доллармен құрастырып отырғанды. Мысалға да сояқларына қарау керек. Просто қазіргі жастар көбінесе мен жас семьяларға, жас шаңырақтарға өзімнен келіп шығып айтамын. Өзім жас шаңырақпан. Һәм қазіргі жасап жатқан адамдарға қарап айта жақпан. Инстаграмдағы өмір бұл хамесі рас болуы мүмкін емес. Бұл алдамшы болып келуі мүмкін. Хамеге хәуес ете беру керек емес. Қазіргі барына қанағат етіп, һәм шүкір етуден білу керек шығар деп ойлаймын. Мәселен, менің бір достым айтып берейін, бір достым танысым, машинға кредит машинға алады да, енді жүрілген машин алады. Сөйтіп алғаннан кейін, енді оны қандайда бір мақсатқа пайдаланамын деп алады ғой, назаттар істеймін деп енді не айтпай қой. Енді уақытпен ол жұмыс келіспей қалған да. Ол жұмыс келіп машин қалып қалған. Бірақ кредит счеты айланып тұрыпты. Мен айтамын, ол тамы уақытта затты алған кезде мына эмоцияға беріліп аламыз ғой. Өзі әмме затты алған кезде ең байрағы 3 күн. Айфоннан даже ең зорын алған кезде барып болма 3 күннен кейін мұны апай темірге айланады. Қадым пайдаланып. Баста қуанып хаммеге көрсетіп не қылып жүруі мүмкін эмоцияңмен да. Мәселен, машинаны алсаң, 3 күн бір айға шейін жетпейді. Бірақ бір ай төлейсің солай ма? Нормально, екінші ай төлейсің, үшінші ай төлейсің. Кейін төлей алмай бастаған кезде бар ма? Сен баяғы қуанып алған затың бар ма? Көзіңе бәледей көрінеді. Мен жаңа жорам айттым ғой, үйің алдында тұрып шыққан кезде машинаны көрсең, ұрып неғып тастағың келмеді, сен ой достым айтпа деді ол маған. Енді қараң, мынандай нәрсе. Хаммемізге 24 сағат берілген. Дүние жүзінде хаммеге ешкімге 1 минут қосымша берілмеген. Солай емес пе? Бірақ бізде соның ішінде 8 сағаты тек дарамат табуға берілген. Қалған 24 сағат бізде де расходқа істейді. Яғни қаражатқа істейді. Сіз бұл жерде отырсыз, хаммеміз отырсыз, бірақ үйімізде газ жанып тұрып солай ма? Я свет жанып тұрып солай ма? Я кредит бәрі айланып бізде расходқа істеп тұрыпты, счетчик айланып тұрыпты. Бұл қалайсыз бе, қаламайсыз бе, өміріміздің ақырына шейін давам етеді. Значит, расход, қаражат сізге өміріңіздің ақырына шейін гарантирован. Гарантия беріледі. Себебі өмірің ақырына шейін қаражатпен жүреді. Бірақ сізге 8 сағат тек дарамат табуға уақыт берілген сізге. Енді расход гарантирован, бірақ дарамат ешкім кепілдік берілмеген дараматқа. Бізге кепілдік берілмеген, көрдіңіз бе? Соңғы бізде сол 8 сағатта іләжі болғанша өзімізге үнемлеп пайдалану, сол сағатта көбірек бізге не қылған. Енді және бір нәрсе айтып өтейін. Адамның өмірі средний 80 жас деп алайық. Бірінші 20 жылды қалай қаламыз? Бірінші 20 жылды біздер кімніңдір ата-анамыздың, ямаса, сонда біреуміз қарамызда өшеміз, солай емес пе? Қарамағында өсеміз. Енді кейінгі 60-тан кейінгі жыл бізде мемлекеттің қарамағында өсеміз. Значит, мемлекет бізге пенсия, себебі адамның денсаулығы қайтады, энергиясы қайтады. Ол есаптан шығылған математикаға. Енді бізге ең активный дәуір 40 жыл екен да.
Ну, это грубый 18-ден бастап кетеді, біреулер 65-ге шейін істейді. Ну, примерно деп алсам. Енді сол дәуірді мен мысалы өзім екіге бөлемін да, мәселен мынандай деп айтамын да, студенттерге сабағын беремін ғой университетке сонда. Не үшін қазіргі вот жастар көбірек эмоцияға, жаңағы затқа беріліп кетеді. Қай уақытта көбісі айтады, бүгін бір күн мен жасауымыз керек қой, жаңағы немізді өзімізді білеміз ғой, өзімізді жасауымыз ғой, ана дұрыс, мен айтамын дұрыс. Алдыңызда екі жол деймін да, екі жол. Бірінші жолыңыз сіздер таңдауыңыз керек болады, қиыншылық жол. Бұл қандай қиыншылық жол? Білім алуыңыз керек. Қиналасыз, пұлыңыз жетпейді, минет етесіз, жоғарасыз, жетіспеушілік болады. Бірақ сіз соның текарында фундамент жинайсыз. Екінші жол бар. Оқымайсыз, жұмсам істемейсіз, қиыншылық көрмейсіз. Бірақ кайф сапа дейді ғой, кафелерге барасыз, қымбат затлар қарызға қарасыз, кредиткаға жүресіз, қыдырасыз, кеулеше орынға барасыз, уақытыңыз сонымен өтеді. Қайсысын танылайсыз деп қарайды. Мәселен, енді екінші жол, енді қара, енді екі жол бар да. Енді жасыңыз, примерно где-то 35-тің дәуір деп алдым, 35. 35-тен кейін бірінші жолын танылағанларға, жаңағы қиыншылықты ондағанларға айтмай айтамын. Жақсы дәуір басталады. Себебі неге? Баяғы алған білімлерің, қиыншылықтардың бәрін өтіп болғаннан кейін сенде уже қалыптасып бастайды. Білім, тәжірибе, сен өсіп бастайсың, үлкейіп бастайсың, дарамат істеп бастайсың, бала шағалы боласың, не қыласың, уже сен жақсы хаятқа қадам қойып бастайсың, жақсы жасайсың. А екінші дәуір, кайф сапаға берілдің ба, кейіннен балаларың үлкейеді, 35-тен кейін сен дараматтауын қиналып кетесің, қиыншылық дәуірге түсіп қаласың. Бар ғой ондайлар көп қой, солай емес пе? Қайсы жолын талайсыз десе, hamması айтады да, жаңағы қиыншылықтар, бірақ дегенменен қазіргі уақытта жастар, мәселен, көп адамдар не үшін баста екінші жолын талайды да, өйткені ертеңіне дүниядан қапа болып жүреді да, дүниядан. Соның үшін жасыл уақытта алған білім тасқа ойылған нағыз сияқты дейді да. Соның үшін жаңа Мелістің айтқандай, біздерде көбінесе іләжі болғанша жаңа сабақтылыққа кіргізу керек, кішкентай уақытта балалықтан сол біздерге финансылық сауаттылыққа таярлауға үйретуіміз керек. Енді оны мәселен һәмме қазір айтып жатыр, қалай таярлаймыз деп. Ол балаларды үйреткенмен бірінші үйде өзіміз тәрбиеламыз керек. Өзіміз пұлды, болмаса сол ілімді өзіміз алып, соны үйде қолдан. Себебі бала қалесем, қалемесем тәрбиеласа, мысалы өзімізге қарап өседі. Ата-анаға қарап өседі ол. И көшеде араласқан адамдарына қарап өседі. Бұлайынша берген тәрбие балам солмай шықты дейді жаңағыдай. Одан кейін біздер мен сол затты не қылдым, бала бірінші балаға жақсы тәрбие, жаңағыдай себебі жақсы тәрбие үшін өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Екінші балаға білім беру керек. Білім беру керек. Жақсы білім беруіміз керек. Һәм үшіншісі жақсы балалық несін өткеріп беруіміз керек. Үлкейгенде балалар өз жолдарын тайлап алады. Балалар үшін мәселен біреулер өмір бойы жинап баласына мәселен анау қалдырады, мынау қалдырады, бір жыл, екі жылдың ішінде он затлар жоқ болып кетеді. Енді соның теканы мен және не зат қосымша айтайын дегенім, бізде теканнан үш сатқа кішкентайымыздан балалар үйретуіміз керек. Үш текары мәселе бар бұл дүниеде. Біріншісі тур шешім қабыл етуге үйретуіміз керек. Тур шешім қабыл ету. Тур шешім деген қандай нәрсе? Біреу айтқан екен, үмітке сондай успешный дейді, жаңа перевод жоқ дейді. Успешный болудың нәтижесі не деген? Екі сөз деген да. Ну, екі сөз десе, тур шешім деген да. Тур шешім деген да. О тур шешімге қалай келдіңіз десе, бір сөз деген да, о қалай десе, опыт деген да, тәжірибе деген да. Одан кейін, о тәжірибе қалай келдіңіз? Екі сөз деген ғой. Оған десе, неправильный решение, қате шешім деген да. Қалай келеді. Енді бәрібір тур шешім деген зат неде бар. Көбінесе ең бірінші қадамы, тур шешім қоюдың ең бірінші қадамы бұл диагностика. Мәселен, докторға барсаңыз бірінші не қылады? Докторға ең бірінші барсаңыз не қылады доктор? Бірінші градусник қояды, солай ма? Градусник қояды. Сөйтіп тыңлап көреді, ана құлағына тағып назар тыңлап көргеннен кейін сізге айтады, тоқтап тұр, сен температураң бар, температураң жоқ. Яғни сөйтіп соғалап анализге жібереді, солай ма? Я болмаса МРТ дейді, анау дейді, мынау дейді, соған жібереді. Содан кейін сіз данныйыңызды алып болғаннан кейін сізге айтады, тоқтап тұр, ол міне жерің емес, сенің міне жерің ауырып тұр, міне жеріңде кеселік болып тұрды деп көреді. Ол диагноз қояды. Тура қойылған диагноз шешімнің 50% дейді. Кейін альтернатив вариант табылады. Саған мына дәрі, мына емлерді қойсақ, сен тәуір болып кетесің дейді. Солай емес пе? Значит, тур шешім қылынған несі баста мәселен диагноз қой. Оны үйретуіміз керек. Қазір өзіміз үйреніп балаларға тура қалай қылады. Себебі әрбір қылынған қате шешім оның ертең нәтижесі көрінеді. Мәселен, сіз уақытында қылған
шешіміңіздің, мәселен азайт мен уақытында тур шешім қабыл еттім, қазір мына жерге келдіңіз. Қазір осы жерде қандай адам болып қалыптасыңыз, сіздердің келешегіңізде сіздердің ата анаңыз я сіздер сол шешімді қабыл еткеніңіз, сіздер мына қанегейлікті танылағаныңыз, я болмаса мына затты не қылғаныңыз осы жерге әкеліп тұрды, сол сіздің шешіміңіздің нәтижесінде. Бүгінгі етілген шешім ертең сізді қай жерге апарып тастайтынынан белгілі болады. Жаңа кредит бойынша бүгін сіз кредит алдыңыз ба, ертең оның нәтижесі қандай болатыны ертең белгілі болады. Бүгін эмоцияға беріліп аламыз. Ертең hamma уақытта жаңағыдай қылып отырады да неге қалып. Сол үшін іләжі болғанша анализге текарланған алда бағана айтқан нәрседе еш уақытта анализге текарланбай бизнесте де біреу айтты міне зор бизнес болып жатырыпты деп кредит алып жіберіп бастап жүру ол натура нәрсе да. Сол үшін обязательно порядкада бәрібір сол финансист керек болады, я болмаса финансқа үйрену керек, содан кейін кредит алып алады. Екінші үйренетін нәрсе не? Сатуды білу керек. Сату деген нәрсе бар. Сату деген нәрсе, мәселен, қазір сату деген hamma ойлап қалған бір зат екінші жерге апару ондай емес. Сату деген сату пікіріңді сату. Мәселен, сіз өзіңіз талантыңызды сатып жүрсіз, солай емес пе? Айбек, талант сатасыз. Кімдір білімін сатады, кімдір идеясын сатады, кімдір бір зат екіншісі сатуға үйренуіміз керек. Даже жаңағы жұмысқа кірсеңіздем, резюме қағазда тапсырып сөйлесуге барсаңыз, өзіңізді сата алсаңыз ғана сөйлеуге аласыз да. Сол үшін сатуды үйрену керек. Барқылы. Дүнияда, мәселен, өзі айтады, қарыздарлықтан егер мәселен кімдір қарыздар анау-мынау қылып жүрген болса, есіңізде тұтып қойың. Қарыздан шығудың ең бірінші жолы сатуды үйрену. Сатуды үйрену, бұл сатуды үйренсе, сату дарамат көбірек келдіреді. Үшіншісі не? Мынандай нелерге нетворкинг деп айтылады әзіргі тілде. Көбірек адамдарменен неге? Байланысқа, қарым-қатынасқа барып үйрену керек адамдар. Көбірек адамдар сөйлесіп үйрену керек. Адамдармен себебі адамдар қалай таныған, білген адамдар арқылы сөйлесу арқылы соларды не қыла алады да, ұсыныс ете алады. Егер сіз мәселен үйіңізде отырсаңыз, жауап болсаңыз, ешкіммен сөйлеспесеңіз, ешкім танымасаңыз, сізді ешкім еш жерге ұсына алмайды, сіздің қандай адам екеніңізден біле алмайды да. Сол үшін қанша ашық болып адамдармен қанша сөйлессеңіз, сонша сізді әлеуметке ерісуіңіздің, сонша қанша үлкен адам болуыңыздан несінде қалыптасады. Основной балаларымызға сол үш нәрсені үйретуіміз керек та. От жаққыштан дана шығар, гәпке құлақ түре-түре дейді ғой. Сондай бүгін міне жастар хақында, жастар темасы хақында сөйлесіп жатырмыз ғой. Мелисаға бүгін міне құрметті президентіміздің бүгін іспелерменлік істеуде, яғни жастардың да іспелерменлік істеуінде бір қанша имканиятларды, алдын болмаған имканиятларды беріп жатырыпты. Мәселен, бір ғана бүгін Орақбалға қарап, Арқа автовокзалға қарап жүретұғын болсақ, алдын бос орындар, яғни үйлер болатұғын болса, бүгін іспелерменлік орынлары пайда болып жатырыпты да. Бұл демек іспелермелеріміз бүгінгі мемлекетіміздегі имканиятлардан пайдаланып жатырыпты. Бүгін жастарға ұлыма іспелермен боламан деген бұқараларымызға қандай, мәселен, қалай баслау керек іспелерменлікті, сол хақында Бақыт аға, Мелисаға бір халқымызға бір кеңінен түсінік берсеңіз деген тілектеміз. Енді Бақыт аға да өзінің несінде айтты, расында кредитпен қарыз алып кредит бизнесті басламаған мақұл деген пікір, мен 100% қосыламын ол пікірге. Аз мысалы тура кредит көп, әрқилы бағдарлы кредитім көп, финанстау имканиятым көп. Но ең бірінші бизнесті басламасынан алдын бағанағы қайттан пікірге айланып келсек, аз болмаса өзінің бар қаржысын басқару имканиятын үйреніп алу керек бірінші. Біз аз міне күніміз айтып отырған шығар, оның ішінде оқуымыз керек па, қиын шығар деп ойлап отырған шығар, тыңлап отырған, көріп отырған нелеріміз. Ең аңсат жолы неше сом тапсаңыз соны басқарып үйреnin. 1 миллион айлық бола қойсын. Но соның ішінен 10% алып, соны сақлап, жинап үйреніп басланса адам, соны басқарып өзін тоқтата алса, ол қиын емес ешқашан. Біздер не қыламыз? 1 миллион дарамат табатын болсақ, обязательно 2, 3, 4, 5, 10 миллионлық алдымызда планларды қойып тастаймыз. Құда қаласа сол азар кредит аламыз, 1 миллионлықтың пәленін беремін деп. Ол ма бағана айтқанда мүтәжілік шексіз болғандықтан кейін мүтәжілік жүзде соң ізінен қуып кете береміз да. Бизнесті бастайтын адам бірінші финансты басқарып үйрену керек. Себебі имканият көп арасында да, кредитам көп, жеңілдетілген кредитлерім бар. Мысалға стартап деген аз бағдарлар модный термин болып жатыр азыр, стартаплар үшін азыр жүдә көп грант бағдарларым, суда бағдарларым мемлекет тарапынан беріліп жатыр. Мысалға жақында ғана жас алым деген стартап проектлер бойынша декабрь айының ақырларында конкурс болды. Дерлік $100,000 жекем. Егер идеясы болса, соны істей алатын адам болса, соны неге таңлау қатынасып, оның өзі не дейміз, соны не дейді? Соны көретін комиссиясын
сендер алса, мына проекті мен зор атып шығады деген проект болатын болса, міне сол уақытта сондай финансовый пұл алу имканиятына ие. Главное, мен жаңа шикарына жаңа айтқандай сол бағдарлар бірінші өзін даярлап, одан кейін бизнес бастаған мақұл шығар. Мен екінші не қылатыны әлбетте тәжірибе үйреніп бастау керек. Сырт елдердің тәжірибесінен келіп шығатын болсақ, еш уақыт үлкен бизнес бастаған адам бірден аспаннан түсіп үлкен бизнес болып кетпеген. Мысалға жаңа Amazon.com-дың аз миллиардлап обороты бар компаниялар дейтін болсақ, ол гараждан басталған. Жаңағы нелерден бір үлкен ресторан ашатын адам әлбетте өзі бірінші кішігірім официантлықтан бастайды, аз-маз тәжірибе топлап, одан кейін барып бизнестен бастайды. Бүгін жасыратыны жоқ, өз өзінің имканиятын жаңа айтты, өзінің имканиятын есепқа алмастан тұрып, қымбат бағалы бұйымдар, шырайлы автомашиналар, сондай бір тұтыну товарларын алу үшін кредит алуға көбейіп кетті да қазір. Психолог сипатында. Не мәслихат бере аласыз да? Енді мен мәслихат бермеймін, но именно өзімнің тәжірибемнен келіп шыққан халда, әрбір инсанмен жеке сөйлескен уақытымда олардың бағанадан бері бақта айтып отырып эмоциялар деп жатырды. Солардың бәрінен келіп шыққан уақытта біріншіден айтқым келеді, кредиттің жақсы жаманы болмайды. Негізінде де әрбір нәрсе адамның өзіне байланысты болады. Себебі біздерде адамлар ғой, енді оны алатұғын, дұрыс па? И бұл жерде именно адамның ішіндегі өзінің нәпсі деп айтамыз ғой енді. Сол нәпс бағана айттық, балалықтан берілмеген нәрселер олар. Яғни бұл жерде именно мен баста айтамын. Біздер ата-ана тәрбиесі деп айтамыз ғой, ата-ананың тәрбиесі именно қайтып беріліп жатырды. Бұрынғы уақыт пен қазіргі уақыттың парқын айтайын да мен. Бұрынғы уақытта, мысалы үшін, неге ондай баяғыда бізе өйтіп өскенбіз ғой, бүйткенбіз ғой дегенде, да, дұрыс. Бұрынғы уақытта мамаларымыз қайтып біздер тәрбиелаған. В основном бұрынғы заманнан келтірген біздердің апаларымыз, үлкен апаларымыз в основном үйде отырған. Дұрыс емес пе? Үйде отырған уақытта, енді құр отырмайын дейін, ол уақытта онандай қазіргідей жұмыс жоқ, баса-бас. Именно балаларменен көплеп отырген, һәм өнер үйреткен. Мен постоянно соны айтамын да. Бір затпен өзім шұғыланған, үйдің бір жерін енді бұрынғыдай біздердің қазіргі техникамызбен бұрынғы техника болмағаны, һәм зат қолмен істелген, содан үйренген перзентлеріміз көп затты, дұрыс па? И ана көплеу сол үйінде жүрген. Қоңсы қоба болмаған уақытта аз болған. Мысалы үшін, мына жерде бір үй болса, ана жерде бір үй болған, содан кейін диққат кімде болған? Бәрі балаларында болған. Сөйтіп, сол ананың уже әмін нәрсесі ананың мехрі, яғни тамырдан өткен. Тамырдан жүрекке дейін барылған. Тәрбие деген нәрсе бірінші болып ата-ананың именно тамырдан өткен жүрекке дейінгі мехр. Қазіргі уақытта енді біздер не болады, жаңағыдай салыстырулар кетіп жатыр. Анада мен зор болуым керек, соцсетілер енді біздерде аз көрсетіп тұрды, ананы рауажланып, мен сондай боламын дейді. Но главный мәселе берді именно балаларға берілмеген әті бар. Айтады, мен оны қыдыртып жатырпан, оны любой репетиторға апарып жатырпан, ең жақсы телефон ұстайды, өйтеді, бүйтеді. Не болып жатыр таз балаларымызға дейді. Не болып жатыр? Бұл жерде сізден берілетін нәрсе берілмей қалады. Яғни ата-ананың біргелікте шәкіленетін нәрселер бар ғой, мехр, мұхаббат, үйдегі тәрбие. Баланың психикасы 7 жасқа дейін уже қалыптасып болады. Қалесегем, қалемесегем, уже сол психикамен жасайды. Аз ана көп күліп кетті, психологтардың үстіне аз гәплер шығып кетті. Ата-анамыздың травмамыз бар. Жаңа ата-анам ұрды мені, мен сені кешірім сұраймын, гәп ода емес. Травма деген детская травма, это не означает, что сен жаңа папаңнан таяқ жедің, я мамаңнан таяқ жедің, я мамаң сенің жаман деген, мен сені кешіремен дегенде, о гәп ода емес. Просто ол ата-анамен қатынастама, я бір қоңсымен қатынаста бір затты көріп қойдым, мысалы үшін бақырыстыма, шақырыстыма, сол уақытта қорқып қалған нәрсесі, психикасында қатып қалған нәрсе да бұл. Содан кейін ол адам қимылдалмай қалады, рауажлана алмайды, артта қалып қойған болады. Негізі бұл жерде именно шәкіленген мидегі сол уақиға пікірі. Яғни содан бері ол сол пікірмен жасап жүріпті, содан кейін есат істей алмай жүрген болады. И кредит мәселесі соның үшін қазіргі уақытта мен айтқым келеді, играға кіріп кеткендер. Көп 1xbet деген басқа да игралар бар, мысалы үшін, соларға өз өмірін таба алмай жүргендер, мысалы үшін, көп қазіргі уақытта. И көбінесе пұлларын ішушілікке беріліп отырған, яғни өзінің ішіндегі сол затты таба алмай жүргенліктен болады. Кредиттан біздер нәпсті тыю үшін бір затты деп толтырғымыз келеді, сіз айттыңыз ғой, телефон аламыз, қымбат телефон, ол 3 күнлік деп жатырсыз ғой, потому что неге сол зат арқылы мен өзімді көрсеткім келеді деген сөз ол. Негізінде де, егер сояққа жұмсасақ,
Ол адам ал жағына мен не істеп кетемін, мен мынандай зат үшін кредит ала жағы емеспін, именно мен адамларға кім екенімді көрсетіп қоюым керек деген нәрсе, мына жерде балалықта тұрған нәрсе, ол соны көрсетеді. Сол арқылы ол хамеге пұлым бар болса ғана маған әтібар береді деген психикасына тұрған нәрсе үшін ол сол пұлды алады, һәм сол уақытта деп берген болады, бірақ та адамлар одан пайдаланып кетеді, қайтадан оны ысырып тастайды. Яғни психика және айтады, давай сен және кредит ал, играға сен қосыл, сол арқылы сен главный геройсың. Өзі играға кіретілердің хамесі үйінде ең кейінгі орында тұрғанлар. Әтібар берілмегендер деп айтамын мен. Постоянно. Үйде ол главный герой болмағандықтан, играда главный герой болып отырады. Білесіз ғой, өзі басқаратын әмезат. Үйінде ол ешкім емес. Сол нәрселер үшін қайта-қайта кредит алады, яғни сол арқылы ол байып кетсем ғана мен доказать етіп беремін үйіме, ата-анама мен кім екенімді мен қоңсыларға көрсетіп беремін, немесе менің үстімнен күлгендерге мен соны көрсетіп беремін деген нәрселер болып отырды. Енді ол маған келген инсаулардың практикасынан келіп шыққан халда, һәм білімлерімізге текарланған халда мен бұны айтып отырмын. Ол менің сөзім емес, я менің пікірім емес. Сондықтан да сол затты тойындыру үшін қазіргі уақытта көбінесе кредиттер алынып жатыр. Яғни мен сенен зормын, мен ешкімнен кем емеспін деген ол негізінде өзінің ойындағы нәрсе. Сондықтан да әзірге кредиттер соның үшін алынып жатыр. Енді адамдар соны алады, сөйтіп ол уақытыншалық болады, ол уже беру керек болады. Яғни психологияда біздерде айтылады, әме нәрсе беріледі екен. Әмемізде бар нәрселер, қабілетімсам бар, несебемсам бар, бірақ біреуіміз ертелеу шыққан боламыз жолға, біреуіміз алдылау шыққанбыз, біреуіміз олыма жүріп кеткен боламыз да. Соның үшін жүріп кеткен адамда созат болып жатса, біздерге жоқ деп ойлап қаламыз да. Соның ізіне жеткіміз келеді, бірақ жолымыз біздердікі мына жақта тұрған болады әлі. Ал ол жүріп кеткен адамдікі ар жақта тұрған болады. И ол келешектегі энергиямыз ғой біздердің. Дұрыс па? Біздерге энергия деген өзі қазіргі уақытта глобальный не болып жатыр. Энергия деген біздердің негізгі переводын айтсам, это біздерге Алла Тағаладан берілген өмір, жасымыз, біздердің өмір жасымыз да. Сол жасымызды біздер келешектегі беріп қойған біздерге энергиямызды біздер қазірге жұмсап қоямыз. И сол энергиямызды уже біздер өзімізге жұмсап қойған боламыз. Дұрыс емес пе? Келешектен бізді кредит алып қоямыз да. Да. Өзіміз төлейді ғой. Да, вот сол. Келешекте өзіміз төлейді ғой. Да. Ол қарызға алдық па, уже енді сен оны төле алсаң, төле алғаның, бұл сенің уже өмірің деп айтады. Уже біз келешекке кетіп қаламыз. Енді басып өтетін басқаша жолдарымыз болу керек қой негізі. Бірақ содан уже алып ресурсымызды жоқ қылып аламыз. Содан қартаямыз, денсаулығымыздан айырыламыз, және бір затқа да. Мен өзі көп адамдар келеді ғой. Хамеден зор болу үшін кредит алу мүмкін, туысқандарының алдында өзін зор етіп көрсетпеу үшін кредит алу мүмкін да, бірақ денсаулығына келген уақытта, мен оған уақытым жоқ, ол қазір емес ау дейді да. Өз негізінде адам егерде баюды қалесе, кредитсіз зор болып жасауды қалесе, негізінде адамға керек нәрселер бұлар денсаулық, жаңа айтқанымдай энергиясы керек болады. Плюс ол адамның өзінің неме дейді, мақсаты болу керек болады. Жүрегінің тазалығы, ниеттің туырлығы. Өзіме хаме уақытта бақалайтын нәрсем, это адамның бірінші ниетінің туырлығында. Сіз айтасыз, анау-шамын айтқым келді сізге не? Сіз сондай зат ашың, хамеге пайдасы келтіретін зат болсын деп та. Вот сол уақытта әрбір адамның бизнесі рауажланып кетеді, семьясында да осы нәрселер бар инсан, бай инсан қазіргі уақытта. Бұрынғы заманда біздер айтқанымдай машин, жай, бизнес және бір заты бар адам біздер вау деп көретін ек. Енді ол хамеде бар, даже туыла сала қазір ақша істеп кетіп отырған кішкентай бөпелерім бар. Дұрыс емес пе? Блогларды жүргізіп, уже ол инстаграмда, соның үшін ол вау деген нәрсе уже ол тоқтап жатыр. Қазір кім мақтан алады? Біріншіден, жаңағыдай денсаулығы бар инсан. Самый қазір мақтан алады. Хамеде денсаулығы зор адам, қазір ұшата алмаймыз. Бір затты қалай десең, әнер бұндай дейміз, но денсаулығы зор адам қазіргі уақытта бір ресурсқа толып, қуанып, басқаша ой жүре алады. Екінші адам энергиясы бар адам. Энергиясы бар адам уже біліп жатыр, энергия бұл пұлды шақыра алады, энергия сенің жұмысыңды рауажландырады, энергия саған көп идея бере алады. И энергиямыз қазіргі уақытта ең қымбат бағалы. Сіздің ол өміріңізді. Үшіншісі бұл өзіңізге ажыратылған уақыт. Сен хамеден айтамыз ғой, бір айтсаң, уақытым жоқ. Я өзім үшін ба, мен вообще өзіме етвар бере алмаймын деп та. Вот именно өзінің уақытын өзі үшін ажырата алған адам қазіргі уақытта ең бай инсан айта аламын. Сен уақытты өзіне ажыратқаннан кейін ол уже білет, маған мынау керек емес деген нәрселерді айта алады. И кейінгісі, білесіздер, тұрмысында бір инсанменен қарым-қатынаста болған инсан. Себебі біздер қазір не алатыз, мынау келісе алмай жатырмыз, болды.
жасаман се тойымда мен мынандай болды, қарыз алдық, менің атыма кредит алып жіберді, және бір зат дегелер болып отырды да. И вот сол адамлар 15 жыл, 20 жылдан бері тұрмыс құрғалар уже реклама болып шығып жатырды. Міне мен сөйтіп тұрмыс құра алдым, мен сілерге де соны үйретемін деген. Дұрыс па? Сөйтіп сөйтті. Бұрында ондай зат жоқ. Мысалы үшін біреу күйеуін айтпайтын еді бұрынлар. Ол қызық емес еді, үйде кіріп шығып бірге жүргеннен кейін ол мақтанатын нәрсем деп ойламайтұғын еді. Но қазіргі уақытта мақтанылып жатырды. И кейінгі мәселе бұл адамның хақиқаты өзі білетұғын, шынайылық дейді ғой, мына мехірлі инсан дейді ғой. Айтады ғой, мехірдің жаңағы қанша несі дейді ғой, нарқы дейді ғой. Например, соны, да, вот сондай деп айтылып жатыр, вот соған, сол затлар бар инсанлар қазіргі уақытта ендігіден былай, әлемімізде дейді ғой, жерімізде бақаланатын нәрселер бойсы. Мехірлі инсанларам бәрібір азайып жатыр, тамы деп жүреді, күліп жүру деген нәрсені айтсаң, қойшы құрдан құры күле беріп, мынаяқта кредитім тұртты, мынаяқта проблемам бар, күлгім келе ма деп. Мысалы үшін енді мен өзім тәжірибемнен келіп шыққан халда айтып отырмын да. Вот сондай бар инсанлар уже соған ұмтылатын болады адамдар. Мен осыдан бір зат үйренейінші деп. Негізінде сондай да. Соның үшін кредит бұл егер де ол сіздің мақсатыңызге бағдарланған нәрсе болса, алуыңыз керек. Бірақ та ол анаған ұқсап мен байып кетемен, бірінші ниет байып кету болса, значит ол уже істемейтін нәрсе. Се байып кету деген мәністі біздер басқа затты түсінеміз. Бұл жерде мен әммеден зор болып кетуім керек, мен басқаша болып жасауым керек деген нәрселер болады ғой бәрібір. Вот солардың барлығы мына жердегі мидегі мен өзімнен зор қыламан деп ойлайды да. Енді перзентлер мәселесінде мен өзім айтамын. Мен психолог болсам, өзімнің перзенттерімнің өміріне ұлым араласпаймын. Неге? Потому что мысалы үшін дүнияға келген уақытта өзіміздің тағдыр жолымыз бар. Бәрі сода құлауымыз керек, жығылуымыз керек, бір мәрте ұрылып көру керек бас, и сол арқалы рауажлана аламыз да. Болмаса келдік па, бізде робот болып қаламыз. Мысалы үшін бақтағы бір зат үйретсем мен, сондай екен ғой деп жүгірамын. Сіз үйретсеңіз, яғай деймен ба? Яқтан сіз айтсаңыз, яғай деп кетемін. Уже мен өзім өмірім басқарып білмеймін. Мен тек біреудің айтқанымен жүріп берем қаламын да. Сондай бұғаннан кейін вот кредитлерім сол айтады ғой, міне соцсетиларда мысалы үшін айтады да, вот сетевой компанияда пұл тауыңыз келе ма дейді да, біреулер енді ол оған берілген нәрсе де, ол уже үйренді, сол затты біледі да. Енді оны біздерде үйінде құр отырып, сат істемей тұрып, бірден барып тұрып, менам сөйтіп байып кетемін деп кредит алып жібереді да. Ода ол зат жоқ қой. Алдынан ода ондай зат білім болмағандықтан сөйтіп алады да басқа затқа болып кетеді. Я оны күйеуіне айтпайды. Мысалы үшін күйеуі хайеліне айтпайды, ол ақша үйге киме атырғаннан не алады, ұрыс жанжал басыланады бәрібір, дұрыс па? Себебі анық мақсат жоқ, тек мақсат байып кету. Байып кету деген уақытта қандай сіз байы жақсы, не затлай істей жақсы, ол кредиттің ар жағынан сізге дарамат келе ма? Вот именно біздерде үйретілетін нәрсе, енді 80% психология деп жатырсыз, маркетинг, бұлардың барлығы бір зат негізінде, баланы именно дұрыс өмірде әме заттан пайдаланып білу. Вот сол нәрселер үйретілгенде ғана нәтиже болады негізінде да. Соның үшін бұл өмірде мен айтамын да, әмеміз өсу үшін келеміз қой енді, танысу үшін келеміз, өзімізбен мәселе. Мысалы үшін мен келіп, я мамамды, я папамды, я мысалы өмірлік жолдасым, перзентімді өзгерту үшін, я оларды бақыттылық қылу үшін келмеймін мен бұл өмірге. Егер мен сөйтіп келсем, мен өмірім наоборот бақытпенен өтпейді негізінде да. Мен бұл өмірге мен өзіммен танысып, мына өмірде үйренетін нәрселерім үшін келемін да. И соны үйренген уақытымда маған тәжірибе болып, содан кейін мен бір затлар бере аламын да. Біздер үйрене алмай тұрып, бізде бере алмаймыз. Соның үшін үйрену үшін, ямса үйрететін адамлар келеді, жаңа подножка береді тұғын, сенің пұлыңды алып кетеді тұғын, ямса жаңа кредит келеді, сені үйретеді да сол затқа. Я болмаса сен білім алуың керек болады. Вот сол білімің сен сол ситуациядан шығарып беруге жәрдем береді. Негізінде сондай болады. Бұл өмірде стресслер көп та, әрқилы нәрседен адам стресс алуы мүмкін. Енді бүгін психологияда кредит стресі деген бүгін трендке шықты. Енді сол кредит шаңырақлық мәселелерде бүгін көптеген шаңырақларынан ажырасулар неше пайызын құрайтынын білмеймін да. Сондай шаңырақлар бар. Енді мен сізге айттым ғой, міне кредитті алғаннан кейін біздер алдымызда тұрған энергиямыздан біздер сарплап қойған боламыз. Энергия бұл біздердің қимылдауымызға жәрдем беретін нәрселер, соның үшін стресс пайда болады адамда. Шаршайды. Себебі и потом мынандай затты тоқтатып тастайды, сондай кредит төлей алмай жүрсе, адам мақсатын тоқтатып тастайды.
даже не рұқсат бермейді, мен кейіннен назад аламан дейді ғой, тоқтап та мен бірінші кредитімді төлеймін дейді ғой. Содан кейін содан адам мақсат тоқтаған, адам не қылады, және айтады, денсаулығынан айырылады, уже одақ қимылды болмай қалады, и пулам демей қалады. Енді қарыздарлық қорқынышынан қалай құтылуға болады? Қарыздарлық қорқынышынан ба? Кредиттен қарыздар ма, басқа қарыздар ма? Мысалы, қорқпайтын құдайсыз ғой, не рас? Жүрегі плиталар не бізде уже мынандай нәрседе бізде рауажанаған мемлекеттердің жақсы тарапынан аламыз ғой, көп жақсы, бірақ жаман тарапынан бізге аламыз да, бәрі кіріп келеді. Қаласам, енді бұл зат бағанада сөйлестік қой, бұл зат негізі біздерде Қазақстанда, Россияда, Европа, Америка, бұның бәрі мемлекеттер бұл этаптарынан өтті, біз енді өтіп жатырмыз да. Қазір олар mesela стагнация этабы дейді, тоқтау этабы, тұрақлы этабы, адамlar бәрі бара-бара өзі бағана айтқандай неправильный решение дейді. Адамдар мәселен ақылы уже қазір уже адамдар ақылы бар. Енді қазір мысалы зат сатуам, кредит берем, құрдан бұрылар барасыз ба, кредит ашылған кезде හැме бір-біріне кепіл болады дейді. Қазір сорап көрін, кепіл болсам, ата бабаңнан ар жағыңа туысқаныңа бермейді кепіл, солай емес пе? Сен уже адамдар ақылы болып барадыр. Уже бұлам бір белгілі бір дәуірден кейін бұлам тоқтайды негізі. Негізі бір ненің несін ескенде айтамын, кредит бұл сабырсыздықтың пұлдағы көрінісі деп айтып еді. Бізге еле сабыр ет. Кредит сабырсыздықтың пұлдағы көрінісі да. Бізге себебі сабыр етпей зарайнап қоямыз ғой. Соның үшін берекет қай жерде болмайды дейді. Еле істеп табылмаған пұлды жұмсап қойғанда болмайды дейді. Еле сен істеп табылған жоқсың, бірақ жұмсап қойың. Біреулер айтады ғой, мәселен, мысалы өзі мынандай нәрсе бар. Камбағалық формуласы деген заты бар да. Қай уақытта, мәселен, дараматтан қаражат алсаң, минус келіп шықса, сен уже банкроттық камбағалға келесің. Егер дараматың менен сенің нең болса, ол сен жаңағыдай стабильный несең. Мысалы қара, дарамат қаражат десе, сен байымайсаң, жарыланмайса, сен бір тұрыста күн көресің. Мәйлі сен 10 миллион тау, мәйлі 100 миллион тау, сен бәрі сол бір тұрыста жасап жүре бересің. Себебі өзі бағана айтылғандай, жасау жылдан жылға қымбатып бара тұрыпты. Жасау бұннан бүйінен қымбатлап кете береді, еш уақытта арзанламайды. Жасау баяғы 1 миллион, бағана айтады, қазір 1 миллион, қазір 1 миллион тең емес деп айтылады ғой басынан. Жасау, соның үшін біздерде тезірек, мысалы, инфляция, пұлдың өзінің бағасы болады. Енді оны үйренуіміз керек деп қордан қор айта бергенмен жаңағыдай ауызша сөзде оны үйрену үшін адамдар азықтай мысалы кітап оқып басылу керек. Мен президентіміздің бір жеріне мен сондай хайран қаламын да. Президент болғаннан бастап кітап оқың деп әммеген еді ғой, білесіздер ме? Сол кезде мен неге кітап оқимын адамдар деп өзіме мысалы ойлайтын едім да, бірақ енді өзім кітапқа қызығамын бұрын, бірақ жүдә оқимын. Бірақ бұны саясатқа алып кіргені, 21 пандемиядан кейін, пандемияның басында, пандемиядан кейін уже хамме массовый кітап оқу. Қазір көрсеңіз, кімді айтсам кітап оқу. Хамме уже кітап оқуға қызық. Қазір трендке айналып барады, кітап оқу бар ма? Себебі кітап оқымаған адам уже өспейді. Кітап оқу. Адамдар уже түсініп жатыр, оқу керектігін біліп жатыр. Оказывается, мына бизнесте, бізде хаммеміз бай болуға жасаймыз ғой, бұрын мынандай болған. Ресурслар заманы болғанда, ресурслар деген пұлы бардың заманы болғанда, қолбасы қарап, пұлың бар, бір зат ашып қойсаң, өзі клиент келе береді, пұл келіп тұрып, байлығың артып кете береді. Солай ма? Уже о заманlar тоқтады, адамдар ақылы болып басылады да. Ақылы болып басылғаннан уже баяғы ресурс заман, пұлың болғанменен сен демді жоғалтып жатсың пұлды. Көп онда демді жоғалтып жатқан. Сен уже заман өзі подача дейді ғой, бизнес моделі өзгеріп кетіп жатты да. Солай өзгеріп кетіп жатыр. Одан кейін mesela басқару заманы болған. Мәселен, бізде сондай заманға түсіп қалдық. Енді қазіргі уақытта келешекте маркетинг заманы. Вот Инстаграм, hamma жерде кім маркетинг, кім солай жақсы қойса, соның заманы болып маркетинг күшті болса, соның заты өтеді деген зат қой үшін. Сондай заман болып кетіп жатырыпты да. Және бір сауал бар да, бақыт. Бәрі кредит алуға талап бар да. Бәрі кредит алып жатырыпты. Енді 10 миллион айлық алайық дейміз. 10 миллион болса айлық алайық деп айтайық. Болмаса 5 миллион, болмаса 10 миллион айлық алайық. Осының неше пайызын кредитке төлеп отырсаң болады дейсіз бе? Төлеген ба? Как раз сол бойынша мынандай зат бар да. Енді бірінші кредит вообще не үшін алынады дейді ғой. Мынандай нәрсе қазіргі уақытта кредитлер банклерім скоринг өткереді. Білсеңіз, КТМ деген системасы бар. Барсаңыз, сіз өзіңіз скоринг деген, сені сканерлейді, сіз төлеу қабілетіңізге қарап береді.
бұрыллары мәселен 50%, 40% беретін, қазір 70%-ға шейін өсіп кетті. Значит, дараматыңыздың сіз 70%-на шейін төлей алсаңыз, сізге кредит ажыратып беріп жатты да. Енді ол халық көбінесе мынандай не қылады да, қателесетін несі, мәселен қара, 10 миллион 5 миллион пұл табамын ғой, мен 4 миллион 5 миллион кредит алсам болады деп ойлайды да. Ондай емес. Негізі тапқан пұлыңыздан қаражетіңізді алып тастасаңыз, бағанағыда айтқанда, дарамат минус қаражет тек неше сом қалады. Енді сіз бағана ол байлық формуласы мынандай бар. Дарамат минус қаражет тең болады, ауысқан пұл болады, д да дарамат болады. Mesela 1 миллион ауысты ма, 1 миллион ауысты ма, значит сіз бір жылда 12 миллион да. Бірақ енді оның жаңағы және формуласы бар, бір жылда және расходыңыз бар. Енді оның және сол кезде кредит қай уақытта алсаңыз болады, дараматыңыздан тапқан дараматыңызға қаражетін алып тастаса, неше сом пұл қала ма, соған сіз кредит алсаңыз болады. Сол кезде сіз анандай қарызға батып, банкротқа батып, түскілікке түсіп қала алмайсыз да. Mesela biz 10 milyon pul tavama, men 8 milyon. Ya 10 milyon tavsan, sen 7 milyon tavsan, sen 3 milyon kalama, sen 3 milyonga kredit alığa болады. Ya mesela kredit biznesке алатын болса, енді да ертең мен харекет қылып көремін, ертең сұрау беру керек та, ертең мен сол кредитімді жауа алмай қалсам, мен не затымменен оны жауалама, сен банк қалесем, қалемесем алады да ол сенен. Mesela машинамды сатып бере аламын ба, құтыла алсам содан құтыламын ба, онда значит алып риск етсең болады. Бірақ сен ана құтылуға не болуың керек, тайым болуың керек. Ямаса жайым бар, өзім жасамайды, және екінші жайым бар, ямаса бір зданием бар. Онда можно. А так оның бер жағында мәселен не қылмаймын. Одан кейін және кредит алмастан бір мәселен стартаплар деп атырыпты ғой, стартаплар деп атырыпты. Аз мәселен басқа сыртерлерді, аз өзімізден жақында переда шықты көрген болсаңыз, таза стартаперлер, мынандай бизнесмендер отырады, Өзбекстанның бизнесмендері, солар өзінің стартапын не қылады. Сөйтіп олар өз инвестиция кіртеді, ямаса долясына, доляға кіреді, үлеске. Ямаса сатып алады сол бизнесті, ямаса инвестор болып кіреді да, енді уақытша қандай да. Сондай проектлер қылсам болады, таза бизнесмен обязательно шатымыз кредит алып басылап жіберу. Себебі кредит нөлден бизнес қылуға болады. Бірінші болып бизнес ашқымыз келеді да, сөйтіп сразу барамыз да, егер өзімізде жинап қойған пұлым жоқ, бірақ бизнес ашқымыз келеді. И вот соларға айтқым келеді да, бірінші сіз қандай бизнесті істеуді қаласаңыз, бірінші сондай жұмысты істеп көруіңіз керек та. Дұрыс па? Сондай мысалы үшін бір магазин ашқыңыз келді ма, сол сіз магазин ашатын жеріңіздегідей бір жерге бірінші жұмысшы болып кіру керек адам. Сатушы болсын, сол жерде хотя бы любой бір нәрсе болып тұрып, и сол нені системаны түсіну керек. Себебі біздер сол системаны түсінбей тұрып, оны жақсы көрмей тұрып, оны ол туралы толық мағлұмат алмай тұрып, біздер бизнесті бастасақ, вот содан кейін кредит аласыз ба, уже кредиттен төлей алмай қаламыз, ол бизнес сіздікі емес екен, сол уақытта біліп қоямыз да. Егер де адам соны уже түсініп, хамезатын үйреніп, енді ол сөзді маған бір не айтқанда, мен садик аша жақ болғанмын ғой, сөйтіп айтқанда, мұхат, сен өзі садик ашу туралы мағлұматың ба, сен садикте істеп көрдің бе деді. Сол уақытта мен растан бүдікті, мен айттым, яқ деді, вот сен бірінші садикте істеп көрші, содан кейін айтасың аша аласың. И растан мен өзімнің абысын істеп жатырып, мен айттым, оны көріп мен ашпаймын. Расын айтсам, это не мое екен дедім. Вот сондай нәрсе да, соның үшін кредит алмай тұрып, сіз именно қайсы кәсіпті өзіңіз жақсы көре аласыз, һәм соны істей аласыз. Сол уақытта сіз түсінсеңіз, соны алуға болады. Ей жақтан да. Енді және бір мәселе, пұл сізден жоғары болмау керек. Это психологиялық жақтан. Егер де өміріңізді пұлмен байланыстырып қойсаңыз, айтқанымыздай стресске айланып қалады. Өмірде бүгін міне кредитке төлеп тастадық, все, мен стресспен дейді. Өмірім тек сонымен кетіп жатыр дейді да. Енді оның жақсы тарапын не деп қарап көрсек, сіз сол уақытта соған мұқтаж едіңіз, дұрыс па? Соны алдыңыз, сол сіздің үйіңізге мұқтажлыққа жәрдем берді ма? Енді оның жақсы тарапын алып тұр да, ол жаңағы расход емес, мен өзімнің үйіме, ямса өміріме ол инвестиция болып кірді. Енді сіз төлеп жүрсіз мәжбүри да. Қой мен мынандай затлардан істеп көрейін деп адамда басқаша уже пікірлеу пайда болса, расын айтсам, кредитке де пұл келеді, и инсанның істейтін затына да келеді да. Бізде просто фокустың бәрін тек жаман затқа беріп тастаймыз да. Алха, кредитім бар, болды, енді дүния тоқтады деп біреулер енді сондай понятикада болып қалады. Негізінде да. Бұла миге негізі стресс беріп тұрады, и ми айтады. Бұл тек осы затқа пұл тауғысы келеді екен дейді. Расын айтсам, пұл тек соған келіп тұрады. Енді бізде психолог сыпатында һәм енді мен жаңағы немен ғой, бизнес консультантпын да мен. Енді соның үшін соған қарап тұрып, мен айта аламын. Халықара стандарт емес, халықара тәжірибеде дараматының 30% кредитке жауға кететін болса, айлық ол нормально. Одан жоғарысы уже рисковый сіздің неңізді, келешегіңізді жаңағы айтқан стресске түсіп қалуға басқа алып келетін нәрсе. Соның үшін кредит аламан деген адамдар сол өзінің 30% дараматының
айлық дараматына сол кредит жауға жететіндей дәрежеде кредит аған мақұлырақ деп айтылады. Мен ақш-тың Германияның тәжірибесінен келіп шығып айтып отпан. Екінші мәселе, енді аз міне подкаст көріп отырғандар әлбетте ойлауы мүмкін, бұл кредитті негативке кетіріп жатыр ғой деп та. Кредиттің үлкен пайда жақтары бар. Мысалы, экономика стимулирующий тәсірі жүдә үлкен. Мысалға, жаңа айтып отырған 19 жылда Өзбекстанның 60-70 миллиард доллар еді, қазір уже 120 миллиардтан асты ғой соңғы 5 жылдың ішінде да. Бұның ішінде де жаңа айтып отырған асып отырған кредитам не дейді, тұтынуды стимулировать етіп жатыр. Бақта мен кепіл боламын. Сіздің магазиніңізден азымен барып, ярмын төлесем, қалған сіз қарызған бежі бересіз, мысалы. Сізден сондай бар шығар. Сәмме сондай не стимулировать етіп жатыр да, адамға тұтынуға стимуляция қылып жатыр. Һәм соның нәтижесінде Өзбекстанда, өзіміздің регионымыздан істеп шығару көбейіп жатыр. Мысалы, назатлар, мысалы, алдын ешкім бұндай кофе ішпейтін еді, мысалға. Назатты, мысалы, Өзбекстанда істеп шығарылады. Оның қазір әлбетте бір 20 жылдан аса істеп шығарып отырғанда, дерлік мына комната заттың барлығы Өзбекстанда істеп шығарылған нәрселер бұл жерде тұрғандар да. Бұл нәрсе тұтынуды стимулировать етіп жатыр, соның арқасында экономикадан көбірек істеп шығаруға тәсірі кетіп тұрды. Енді дұрыс қой, деген мен қазір уақытта айтып жатып, жаңағы президентім қақсайды ғой жиналыстарда, біз адресіне жұмсаймыз кредитті. Енді мәселен кредитті алған менен көбісі кредитті алып болып расходный істеп жіберіп жатырғандар көп та. Енді основной қазір бізге мақсатсыз жұмсап жатырған біздердің темамыз сол. Біздер ол ана мемлекет енді действительно рауажданып жатыр. Ол дұрыс, кредит мемлекеттің несіне жүдә үлкен. Енді бағана не қыл деген көп адамдар бізге енді бұл біздер алдымыздағы затты не алып жатырмыз да. Егер не қылсақ, мәселен, сұрау болуы мүмкін, бұлар алдындағы затты айтып жатыр, енді алып қарыздар болып қалдық, құтыламайып, енді не аламыз деген сұраулар болады да. Қалай шешім бар ол, мысалы, қандай шешімдер бар? Одан кейін бағаналарға жаңа айтайын, бізде Қанат деген жігіт бар, Плата Букстың кітаптың несі, жақында презентация болды. Ауа білес, Қаралпақша финансылық сол сауаттылық бойынша кітаплар шығарылып жатыр да. Қазір және бір кітаптың үстінде mesela бізде бірге істеп жатырмыз. Қаралпақша әдебиетлар шығып жатырды. Финанс Бабилонның ең бай адамы дегені. Mesela соны оқыса болады, адамдар егер обязательно ол бір жерге барып оқу шарт емес, ол себебі менде бар сол кітап деп айтып кетейінші. Себебі бизнес арасында сөйлеп отырып не араласып набарлар неғып отыр деп ойлап қалмасын деп отырмын. Неғып отыр мына өзі бейшара келгелі бір сөйлемеді ғой. Өз мәдениет қызметкері болса. Бір нәрсе қараң. Бір жігітпен сөйлескен кезде айтып береді, бір несіне алғанда дүнияның жаңалығын қайсы тілде естісең деген да. Орысша естімен десе, mesela орысша, я mesela өзбекше, я қаралпақша. Вот қара. Егер сен деген, mesela қайсы тілде екен, ұмытып қалдым, арабша ма, сонда естісең, онда сен кешегі информацияны естісең дегенде жаңалық. Дүнияның. Егер сен англис тілінде естісең, бұл дүнияның жаңалығы, бүгінгі жаңалықты естісең деген. Енді аз біздер мысалы қаралпақ тілінде, мысалы өзбек тілінде нені естісе қашан? Бір апта бұрын. Қаралпақ тілі деген қашан? Бір ай бұрын естісіз. Не үшін жаңа кітаптан келіп шыққан алда. Себебі дүнияда не жаңалықтар болады болса, бірінші инглиз тіліне шығады. Дүнияда информациялардың көп. Себебі дүнияның, осы Ли Куан Юның кітабынан алып қарасаң, бірінші тілдің бәрін инглиз тіліне не қылған ғой? Инглиз тіліне қаратылған ғой, мысалы дүнияда жаңалық. Сол бірінші инглиз тілінде шығады. Соның үшін біздерде жаңағы Қанат деген жігіттің инициативасы дұрысы. Мәселен, өзіміздің тілімізде көбірек кітаплар көбірек шығып, халықтың сол сауаттылығын асырса, азғантай халық сол сауаттылығы. Себебі біздер кешегі, мәселен, бұл жаңағы Киосакидің Бай һәм қамбағал ата деген кітабы, богатый бедный, орысшасын білеміз де, бірақ өзбекшесі жақында уж қаралпақшасы елі жоғамда. Мәселен, бізге ендіге батыр. Ол неше жыл бұрын ашылған бұл. Мәселен, жаңағы Бабилонның кітабы неше жыл бұрын ол жазылған, орыс тіліне алған, өзбек тіліне жақында аударылды, қаралпақша кеше аударылды да, мәселен да. Соның үшін бізде қанша содан артта қалсақ, біздердің рауажданымыздан сонша артта қалып қояды да. Соның үшін іләжі болғанша тезірек осындай информацияны, хотя бы информационный нелерді, мысалы міне ала подкастлар арқылы халыққа жеткерсе, көрсе, халық түсінсе, азғантай тоқтап тұр, мына затты не қылмастан алдын мен бір ойланып көрейін.
Hamma заттың hammasini тәрезге сап болып не болу керек та. Сол үшін мәселен мен бүгінгі күнмен жасамауымыз керек та. Бағана енді балалар темасынан қосылды. Мысалы балалар көп шаңырақлар баласы үшін жасайды деп атап. Бала үшін өзі үшін жаңа бағана айтып жатқанда психологымыз өзі үшін адам жасау керек бұл дүниеге келгеннен кейін. Бағана энергия деп жатыр. Энергия ақыл минетті істесең бәрі денеден алады да. Денең сау болады. Сол үшін адамның басында дейді миллион хамменің басында проблема. Бірақ хаммесінің дені сау да. Ертең Құдай сақлағай біреуінің денің сауының денсаулығында проблема шықпаса бар ма, тек хаммесінде бір проблема қалады болған. Олан болса сауалану, сауаламат болу. Басқа кредиті, пұлы, дүниясы, машина, айфоны екінші дәрежеге шығады. Тек адамның бірінші мақсаты денсаулықтың елі. Соның үшін бірінші бағана айтып жатқандай энергияның ішінде денсаулық ең күшлі айлық байлығымыз біздің денсаулық. Одан энергия. Энергия үшін ақылды рауажландыруымыз керек болады. Одан кейін ресурс, ең көп ресурс бұл это уақыт. Сізге әмемізге 24 сағат берілген ресурс. Уақытымызды біздер өзімізге жұмсап үйренбегенше уақыт біздер басқара берсе, өзі адам не өмір бойы өтіп кететкенде, мен уақытым жоқ өзіме деп та, ананы шешуім керек, мынаны шешуім керек деп, қайсы инсан рауажланып жасайды дейді, өзіне уақыт ажатып басылған уақытында екен, өзіне үңілген уақытта дейді ғой. Өзіне не керек екен білмейді да, бірақ басқаға не керек екен біледі да, әммене. Дұрыс емес пе? Вот соның үшін именно уақытты өзі жұмсап үйренген, өзіне сарпылап үйренген адам уже ол басқаларға да hamma затты өз орнына қоя алады деп айтамын да. Енді жаңа дисциплина деп айтылады ғой, енді біздердің тілде. Сол үшін дисциплинаны өзі орнына қойып алса, план келеді. Мысалы үшін семьяда да өзінің орнын тауып алады. Негізінде адам өзін ғой, бірінші өзіне қарау керек. Өзін зор қылып алғаннан кейін балаларымызға да зор зат бере аламыз. Өзіміз сау саламат болып тұрмыз, өздеріміз зор болып тұрғанда, ата-ана бір-бірімен мощный болып жүрсе, бала не қылады, соны көріп, ол автоматически соған айланады. Болған қалесе де қалемесе де. Себебі оның пікірінде әмме нәрсе ата-анамның айтқаны туыр деген нәрсе шәкіленеді. 18 жасқа дейін ол сонымен жүре береді. Да, ата-ана. Ол сондай низамда да сондай өз әлемнің низамы, семьяның низамлары бар ғой. Сода дұрыс та. 18-ден кейін уже өзінің пікіріне еп болса, ананы көреді, мынаны көреді, негізінде сондай болады. Бірақ 18 жасқа дейін біздердің әрбір ата-анамыздың айтқаны, істелегені дұрыс болып миымызге уже сіңедім, шәкіленедім да. Соның үшін маған көп адамдар балаларымды алып барамын дейді, мен айтамын, сіз келін деймін, бірінші деймін да. Расы да. Бірінші сіз тәрбиеламасаңыз, бәрібір балаларыңызды мен хорошо үйретуім мүмкін. Қандай болады, не істейді, мынандай дегенмен бәрібір қайттан ол үйіне барады да, сол затты көргеннен кейін ода өзгеріс болмайды да. Соның үшін бірінші болып балаларымыздың зор келешегін жаратуды қаласақ, бірінші өздеріміз тәрбиелауымыз керек. И особенно мама, анасы көп білім алса, өз президентіміз айтады ғой, хайел рауажланса, семьясы рауажланады. Семьясы рауажланған семьяда жерде бәрі әлбетте мемлекет рауажланады. Себебі бәрібір мотивация беретін хайел ғой үйде. Давай деп өздеріміз настроениеміз болса, бүткіл үйдің әмменің настроениесі өшіп қалады, дұрыс емес пе? Дұрыс емес пе? Соның үшін біздер бірінші болып травма деген нәрсе, вот именно созат. Травма қатып қалған сенің пікірің, сен уже үлкейдің, сен 40 жаста болса да, 50-те мен көрсетіп қоямын дейтіндер. Дұрыс емес пе? 50-ге шықса да сөйтіп жүргендер бар. Соның үшін именно оның пұлы тек сондай затларға келеді. Оған жаңағы жауап беремін, жауап береді сол моментте. Кейін қайттан пұл керек болып жүреді, мүтәж болып та. Егер соған тоқ адам дейді ғой, енді ол тоқлыққа да бірден келмейсің. Жаңағыдай етіп бір поэтапно келуіміз керек та. Негізінен енді сондай. Просто оны аз біздер құр білім беріп жатырмыз, бұл жерде ешкімді өзгерте жағымыз, просто бар білімімізді үйрете жақпыз. Сондай адам ғана тоқ көзбенен, тоқ кеуілменен қараған адам ғана сол затты түсіне алады да. Мысалы үшін, да пұл келді ма, пұл менің қандайдыр бір нәрсеге еріскенімді көрсетіп беретін нәрсе болған. Негізінде энергия ғой олам. Сенің бір затлан істеген нәтижесін көрсетіп беретін нәрсе негізінде да. Бірақ та біздер оны басқаша айтып көреміз. Сол пұлымыз болса ғана біздер өйтіп кеттік, бүйтіп кеттік, болды, мен содан кейін өзгеремін дейді да. Гап ода емес, сен именно бір затқа диққатың қаратылғаннан сен одан өзгермейсің. Сен басқа затты көрмей қалады адам. Тек пұл туралы ойлап жүре береді да. Өмірде басқа затларымыз бар ғой, пұлдан басқа тысқары, дұрыс па? Адамның жүрегі, мысалы үшін, адамменен бір жақсы нелер, мүнәсебетлер, мысалы үшін, бір адамның қадірі деген нәрселер бар. Қасыңда инсаннан көрмей қалады пұл үшін, мысалы үшін. Қойш пұл таумайды, мысалы, пұлы жоқ, маған керек емес дейтіндер бар, мысалы да.
мысалы мен пұлым болған кезде ол ондай еді, пұлым жоқ кезде бұндай еді дейді. Гап одай емес, гап өзіңде тұрған болады. Өзіңнің пұлға мүнәсебеті да негізінде. Сондықтан да рухи бай адам hamma уақытта материал жақтан бай болады негізінде. Мұхаббат, міне біз адамларға, бүгін бұқараларымызға, Мелсаға, міне азғантай болса да кредитлер хақында, ұлыма бүгін сауатқалылық хақында, экономикалық сауатқалылық хақында, ақшаны қалай жұмсау бойынша көп қана бір түсінік жұмысларын аз кем сол дөңгелек стол үстінде сөйлесіп, азғантай болса да бір түсінік жұмысларын алып бардық деп ойлаймын. Міне ұстазымызбенен біргелікте. Бүгін кредитке, мәселен, кредит алып қойған бұқараларымыз ешқандай бұнан бір хаят мамат мәселесі емес екенлігін сіздерменен көріп, міне сіздердің сәубетіңізден түсініп жетіп жатырмын да. Онда бүгінгі подкастымыздағы сәубетімізге әзірше жұмақ жасаймыз. Ене де меймандардың ішінде айтылмай қалған мәслихатлері, пікірлері бар. Бұны кейін көреміз.